Қазақта ешбір ұлтта жоқ 9 әріп бар. Түрік халықтары қазақ тілін үйренсең 30-40 түрік халықтарының тілін тез меңгересің дейтіні сол. Өзбекте бар нәрсе, бізде бар нәрсе өзбекте жоқ, бізде бар нәрсе қырғызда жоқ, бізде бәрі қазығы қазақтың тілінде. 9 әріп. Ә, Ү, Ү, О, Қ, Ғ, Ң, Х, Э деген. 9, соны есептесең 9 әріп екен. Ахметтің сол 9 әріптен айырылмау керек дейтіні сол. Ана бір дыбысты 2 таңбамен бермеңдер дейтіні сол. Сондықтан да біздің осы бұл енді қазақ тілін үйрену үшін емес, қасиетін білу үшін керек нәрсе. 9 әріп пен 9 цифрды салыстырсаң кез келген адам ойланады. Шынымен мына 9 әріп цифрмен миллиардтарды айналдырып отырған кезде неге біз мынадай соған сәйкес келген 9 әріппен әлемді аузымызға қарататын тілге айналмасқа деген. Бұл да үлкен мотивация. Ұлтты тәрбиелеудің, ұрпақ тәрбиелеудің үлкен мотивациясы. Осы екеуін бүйтіп қатарластырып, Фейсбукқа, әлеуметтік желіге жібере беру. 9 әріп цифрмен әлемді билегенде неге 9 әріппен билей алмаймыз? Енді жаңағы нәрсеге қайтадан қайтып келсек, Бақтаға. Сіз ол нәрсені баладан бастау керек, ол балабақшадан басталу керек деп отырсыз, иә? Ал енді балабақшаға дейінгі бір саты ол әрбір ата мен ана, әке мен шеше. Солай ғой? Солардың талпынысы, солардың осы нәрсеге мән беруі, біз заңды күтеміз, мемлекеттік қызметкерлердің сөйлегенін күтеміз, басқалардың біздің тілде сөйлегенін күтеміз де, ал неге әрбір жанұяда осы жаңа қадамды ары қарай ілгерілету үшін, күшейту үшін, ертең 10 мың балаға оқитын орын дайындасаң да оны әкеп бермейтін ата-ана болуы мүмкін. Осы жерде сіздің сөзіңізбен, сіздің тіліңізбен қазіргі болашақ ата-аналарға балаларыңды туған күннен бастап өзің сөйлей алмасың да қазақша, балаңды сөйлетуге тырыс деген сияқты үндеу жасасақ қалай болады? Болады, ол міндет. Бәріміздің айтып келе жатқан дүниеміз, айта беретін де парыз санайтын дүниеміз осы ғой. Менің бір группалас досым бар, өзі орысша білмейтін. Бірақ баласы қазақша білмей орысша сөйлеп тілі шықты. Сөйме, досым-ау, мынау қалай, мен түсініп тұрған жоқпын десем, қалай сөйлесесің деймін ғой. Ой, атаң қойдың баласы білмеймін ғой. Азанда кетеміз, кешке келеміз. Телевизордан мультфильм қарап отырады. Оның тілі орысша, баласы. Бір ауыз қазақша білмейтін. Келе жатыр ақырын. Бұл телевидениенің ұлттық идеологияның негізгі қару екенін біле тұра, әдейі сайқымазақпен басқа сайқал жолға салып тастағандығымыздың кесір кесапаты. Біле тұра, мысалы ұлттық телевидение неге ол мемлекеттің қаржысындағы, мемлекеттің көзі құлағы айнасы болып тұрған арналарды неге сайқымазақ шоуға айналдырып жібердік? Неге орысша мультфильмдерді қаптатып қойдық? Европаның, Россияның, Қытайдың, Жапонның мультфильмдері өріп жүр. Оның идеологиясы басқа ғой, тәрбиесі басқа ғой. Ал осыдан келіп ата-ананың қадағаламауы. Бала тыныш болса болды. Бала тыныш отырса болды дейтін дүние. Жауапкершілігі жоқ. Себебі қала деген қатыгездеу тұрмыс тіршіліктің ырғағы ғой, өте жылдам. Баланы бағып отыратын уақыт керек. Оны үйтейін десе тіршілік жасап мал табу керек. Сөйтті балаңды отырғанына тоқтам жасайды. Сөйтіп немқұрайдылық, немкеттілікпен келе жатыр. Ең бірінші кез келген адам ертеңін еңселі қып көре алмаса, келешегін кемелді қып елестете алмаса, өмір сүріп көре жоқ. Жаңағы көңіл мәселесі де, жүрек мәселесі де бәрі қалады. Ертеңін ойламаған еркектен без дейді ғой, мысалы. Сол сияқты Әуезовтің ел болам десең бесігін түземен, кез келген еркек ертеңін ойлау керек. Ертеңін ойлау үшін баланы ойлау керек. Ертеңнің кепілі бала. Баланы не істедік? Жаңағындай неше түрліні көрсетіп қоямыз да,
10 жылда ол есейіп жігіт болып шыға келеді, түсінбей қалады. Одан кейін ол немен айналысып жүрген қадағалайын десе бағынбайды. Осындай қателіктер көп болып жатыр. Мүмкіндігінше баланы мейіріммен шуаққа бөліп, мақтаумен мәртебесін көтеріп отырып, қара жұмысқа салу керек. Қара жұмыс деп отырғаным қаладағы оқу, білім, кітап.